Сәлем қыздар, бүгін сіздерге ПП варианттағы творожная запеканканың рецептісімен бөлісемін. Арықтауда жүрген қыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағынан өте дәмді шығады. Кешкі асқа немесе таңғы асқа немесе жүрек жалғауға жесеңіздер, керемет варианттағы творожная запеканканың бірі болып шығады. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, үлпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да ПП рецепттер болады және арықтауға қатысты ақпараттар болатын болады. Ең бастысы ПП творожная запеканка ақуыздарға бай тағамның бірі. Қараңыздаршы, бір жасағаннан ақ осылай іркілдеп, әдемі болып, көтеріліп, дәмді болып шығады. Бізге қажетті ингредиенттер олар ірімшік, крахмал және фитбараттың қант алмастырғышы, қаймақ және жұмыртқа ғана қажет болады. Жұмыртқамызды ірімшікке салып аламыз. Менде үлкен жұмыртқа болғандықтан 2 сарысы шықты. Жақсылап араластырып аламыз енді барлығын. Егер де сізде блендер болса, онда блендермен араластырсаңыз болады, немесе мен сияқты венчиктің көмегімен араластыруға болады. Енді қаймағымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң үстіне крахмалымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кез келген қант алмастырғышты қоссаңыз болады. Менде фитбараттың қант алмастырғышы. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, онда фитбараттың 5 данасын немесе 4 данасын қоссаңыз дәмді болады. Жақсылап араластырып болған соң өзіңізге ыңғайлы кез келген формада пісіріп алуға болады. Менде осындай силиконды форма болды. Бетін тегістеп алған соң қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Міне қыздар, менде творожный запеканка дайын болды. Бірақ оны формадан бірден алмаймыз, суығанын күтеміз. Бірден алатын болсақ, бізде сынып қалуы мүмкін. Суыған соң тарелкемізге салып аламыз. Міне қыздар, әдемі, керемет, дәмді, нәзік болып шығатын творожный запеканкамыз дайын. Қыздар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Арықтауда жүрген қыздар, менің каналым сіздерге өте қажетті, пайдалы каналдардың бірі. Сол үшін тіркеліп, достарыңызбен бөлісе, WhatsApp желісі арқылы құрбыларыңызға жіберіп, менің каналыма тіркеліп, дамуына үлес қосыңыздар. Келесі видеода қандай рецепттер күтесіздер, комментарийге жазып кетіңіздер. Міндетті түрде дәл сол рецепттерді алда уақытта шығаратын боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода жолыққанша қыздар, сіздермен болған құрметпен Айнагүл.